Сәлем достар, біз бүгін адам баласына кіруге болмайтын құпия да қызықты 10 жер туралы айтатын боламыз. Видеомызды бастамас бұрын сіздерден бар болғаны 10 секунд уақыттарыңызды бөліп, подписаться батырмасын басып, каналға тіркелулеріңізді сұраймыз. Бұл біз үшін өте маңызды. Тіркеліп болсаңыздар, ал бастаймыз. Номері 51 аймақ. 2013 жылға дейін ақш билігі әлде бір номер 51 аймақ бар деген қандай да бір қауесетпен кез келген дәлелді барынша жасыруға тырысты. Мұндай ешбір жер жоқ деп кесіп айтып та жүрді. Бүгінде ол жер шарындағы ең жабық және де құпияға толы әскери база. Бұл Лас-Вегастан 135 шақырым жерде орналасқан. Аталмыш аумақ кез келген жаңа қаруды сынауға және әскери сынақтарды өткізуге таптырмас орын болып табылады. Расталмаған ақпараттар көзіне сүйенсек, аумақ бөгде ғаламшарлықтардан ғарыш кемесі апатқа ұшыраған жерде пайда болған деседі. Сол себепті ол жерді ақш билігі бүкіл әлем назарынан жасыруға тырысады. Ласко үңгірі Франция аумағында орналасқан табиғи құбылыс. Үңгірдің қабырғаларында 17 мың жылдық таңғажайып әрі қайталанбас ерекше суреттер бар. Ұзақ уақыт бойы Ласко үңгірі саяхаттаушыларға таптырмас керемет жер болды. Бірақ уақыт өте келе суреттер өздігінен жоғала бастаған. Оның себебі адамның тынысынан бөлінетін көмір қышқыл газы екені анықталып, үңгірге бөгде жандарға кіруге тыйым салынған. Жылан аралы. Атлант мұхитындағы Кемедаграндия аралында Бразилия жағалауына жақын орналасқан арал. Бұл жер шарындағы ең улы жыланның бірі Патропс тіршілік ететін бірден-бір мекен. Олардың таралуын сақтап қалу үшін аралды мәңгілікке жауып тастаған. Алайда билік басындағы кісілер аралға кіруге тыйым салу арқылы тек жоғалып кетуге аз қалған жыланның түрін сақтап қалуды ғана ойлаған жоқ. Сонымен қатар адамдардың қауіпсіздігіне алаңдаған. Себебі бұл аралдың әр жері де қауіпті. Бір шаршы аумақта кем дегенде 5 жыланнан жетеді. Морган аралы. Оңтүстік Каролина жағалауында қауіпті бір жер бар. Ол Морган аралы. Ол жерде маймылдардың кемінде 5000-і тіршілік етеді. Олар мұнда Пуэрто-Рико адамдарының арқасында келген. Бастапқыда шық ауруынан бірнешеуі ғана ауырса, бүгінде бұл барлық маймылға жұққан. Адамдардың аралға кіруіне қатаң тыйым салынған. Себебі адам аталмыш ауруды тез жұқтырып алуы мүмкін. Бүкіл әлемдік тұқым сақтайтын қойма. Үлкен қойма Норвегияда орналасқан. Оның тереңдігі 140 метр. Күзет қызметі тіптен таң қалдырады. Олай болуы бекер емес. Себебі қойма ішінде әр түрлі мәдениеттің 100 миллионнан астам тұқым мәдениеті сақталған. Қойма ғаламдық апат болып қалған жағдайда деп алдын ала сақтық шарасы ретінде салынған. Бұл қоймада жер шарында әрбір елдің өз үлесі бар. Синши Хуанди қабірі. 1974 жылы табылған император Синши Хуандидің қабірі сол күйде ашылмады. Оның ашылуына қарсылық білдірген белсенділер көп болған. Олардың пайымдауынша қазба жұмыстары кезінде ғылым мен тарих үшін баға жетпес жәдігерлерге зиян тиіп, немесе мүлдем құртып алуы мүмкін екен. Сюрцей аралы Исландия маңында орналасқан. Ол 1960 жылы бірнеше жер асты жанартауларының бір мезгілде атқылауының нәтижесінде пайда болған. Оның аяқ астынан пайда болуы жер шарындағы талай ғалымның қызығушылығын оятты. Сюрцей аралы жер шарындағы тіршіліктің қайдан пайда болуының айнымас үлгісіндей. Бұл үрдіске кедергі жасамас үшін ол жерге бөгде адамдарға кіруге тыйым салынған. Солтүстік Сентинель аралы Үнді мұхитының Бенгал шығанағына жақын орналасқан. Ол жерде мекен ететін аборигендер үшін ол жабық арал.
оларға өркениет әлі күнге дейін жетпеген. Сол себепті үнді билігі тайпа өміріне араласпауға шешім қабылдаған. Алайда алапат цунами шарпыған кезде арал тұрғындарына көмек көрсету үшін аралға арнайы ұшақтар жіберілді. Алайда аборигендер оларға тас лақтырып садақпен атқан. Бұл әрекеттермен олар өз өмірлеріне араласпау керектігін ашық айтқандай болды. Сол мезеттен бастап үнді билігі ол аралды тыйым салынған деп жариялап, қайта аяқ баспауға бекінген. Ватиканның құпия мұрағаты. Рим папасының жеке кітапханасында кітап өте көп. Ол Ватиканның қабырғаларында орналасқан жеке мұрағатта сақталған. Бір сөресінің өзінің ұзындығы 90 шаршы шақырымды құрайды. Өкінішке қарай, растай алмай отырған ақпараттарға сенсек, кітаптар мен материалдар тең жартысы күллі әлемнен жиналған оккулиттік, яғни соқыр сенімнің әдебиеттерін құрайды екен. Нихау аралы. Сонау 1864 жылдан бастап аралға бөтен ешкімді кіргізбейтін Робинзондар отбасының иелігіне өтіп кеткен. Мұнда ғаламтор да, байланыс құралдары да, жолдар, тіпті дүкендер де жоқ. Қуат көзін күн сәулесінен алады. Аралдан кеткен туыстары аралға тек қана жеке шақырту арқылы ғана қайта кіре алады екен. Осымен құпия жасырын жерлер шығарылымы тәмам. Бұл ақпаратты сіздер біліп жүрсін, білімді болсын деп шығардық. Алланың құдіреті шексіз. Жер шарындағы бұдан да өзге жасырын жерлер көп. Ең бастысы, әлемде жер көлемі бойынша 9-шы орын алатын қазақ жері мәңгілік тәуелсіздігіміз үшін қызмет ете берсін деп шығарылымымызды аяқтаймыз.